Мынау не деген бассыздық, өкіметте істейтін адамдарға қазір өздеріне жеке кәсіппен айналысуға болады деген заң қабылдап жатыр, иә? Әлде қабылдап қойды ма? Сіздер қалай деп ойлайсыздар? Мына билікте жүрген адамдарға өздерінің жеке кәсіптерімен айналысуға бола ма, бизнеспен? Менің ойымша болмайды. Өйткені ол, білесіздер ғой, не нәрсеге келетін? Коррупцияға келеді. Бізде коррупция аздай, оның үстінен көп келетін болады коррупция. Қызық жері мынандай ғой, декларация оларға міндетті түрде, бәрімізге де міндетті түрде тапсыру керек қой декларация. Бірақ оларға не болады екен, өзгеріс болмаса, бір жыл бойы өзгеріс болмаса табысында декларация көрсетуге тапсырады, бірақ көрсетуге міндетті емес. Орысша айтқанда прозрачность жоқ болады. Қызық деймін да, сол кезде қалай деп ойлайсыздар енді? Мен ойымша емес, оны бәрі де білет. Биліктегі адамдар бизнеспен взаимодействовать ететін болса, олар өздерінің бизнестарын дамытуға тырысады. Олар адамдарды ойлауға шықпайды. Адамдардың тұрмысы қандай екен, олардың жақсарту жағын ойламайды. Олар өздерінің бизнестерін ыңғайлатып, күштілеп, жақсы оборотқа шығаруға тырысады. Менің ойымша солай. Ол дұрыс емес нәрсе деймін. Егер бизнесте жүргісі келетін болса, олар таңдауы болу керек. Немесе қызмет жасайды, мынау қарапайым халыққа, Қазақстанның тұрғындарына немесе сондай жұмыс жасайды, соны жақсартуға, немесе бизнесінен бөлек кетсін, болды. Ол билікте тұрмау керек ондай адамдар. Міне менің айтарым. Масқара мынау енді, шынымен де. Бастан кетіп бара жатыр мыналар енді. Бассыздыққа кетіп бара жатыр.